Сәлем қымбатты достар, сіздермен алгебра 10 сынып 490 бойынша жиынтық бағалауды талқылап көреміз. Ең бірінші есепте бізге өсу кему аралықтарын табыңыз деп берілген функцияның. Енді бұны функцияның өсу кему аралығын табу үшін ең бірінші қадам функциядан туынды табатынбыз. Тұрақтың туындысы 0, мына туынды 6x минус плюс 3x квадрат болады. Енді өсу кему аралықтарын табудың қадамдары алгоритмі. Туынды табамыз, осы туындыны 0-ге теңестіріп сандық нүктелерін есептейміз. Яғни 3x квадрат минус 6x тең 0. Осы арадан сандық нүктелерін есептеп шығаратын болсақ, x тең 0, x тең 2 деген сандар. Енді өсу кему аралығы бойынша осы сандық нүктелер бойынша мына 0 мен 2-ні қойып, осы табылған туындының таңбасын есептейміз. Туындымызды көбішке жіктесек, міне тұр ғой. 3x минус 2 болып тұр ғой. Осының таңбасын есептейміз. 2-нің мына жағында мысалы 100 бар дейік. 100-ді мына араға қойғанда плюс, 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 минус, плюс болады. Демек, туындымыз мына аралықта оң, мына аралықта туындымыз теріс, мына аралықта туындымыз оң. Қай аралықта туындының таңбасы болса, ол арада өседі функция. Өседі, кемиді, өседі сонымен. Енді өсу кему аралығын тап депті. Енді аралықпен жазатын болсақ, сонда x тиісті функциямыз өседі дей салайық. Міне, қай аралықта x тиісті болған кезде минус x-тіктен 0-ге дейін бірігу, 2-ден плюс x-тікке дейін. Келесі функциямыз кемиді, сонымен минусты қай аралықта қабылдады? X тиісті болған 0 мен 2-нің арасында. Осындай жай жақшалар қойылады, құрметті оқушылар, естеріңізде болсын. Себебі біз мына бір нүктелердің біз нақты ол арада функция өсетін кемиді туралы әңгіме жоқ. Сондықтан ал енді сындық нүктелер дегеніміз жаңағы функцияның туындысын 0-ге теңестіретін немесе нүктелер, немесе осы туындының мәні жоқ болатын анықталу осының ішкі жиындары сындық нүктелер деп аталады. Сондықтан да біз осы сындық нүктелер ол x тең 0, x тең 2 деп айтамыз. Бұл және бірінші қадамды шығарып кеткенбіз. Келесі. Екінші есеп шығарып көрейік. Мен көк басын алайыншы. Берілген функцияның туындысын тап, екінші рет туындысын тап деді. Бірінші рет туындысын тауып алайық. Ең бірінші. Оны өздері жақсы білесіз. 18x квадрат минус 6x минус 2. Енді екінші ретті туынды тауып жататын болсақ, осыдан туынды табамыз. 36x минус 6. Міне, шықты. Б деген пунктті. Функцияның ойысы дөңгелес аралықтарын тап дейді. Енді функцияның ойысы дөңгелес аралық деген сөз, ол үшін осы екінші ретті туындыны 0-ге теңестіреміз де, соның таңбаларын анықтаймыз. Енді бұны иілу нүктесі деп атайды. 36x минус 6 тең 0 деп шығаратын болсақ, бұл иілу нүктесі 6 бөлінген 36, ол тең 6-тан 1. Демек, сан осіне осы екінші ретті туындының таңбасын есептейміз. 1 бөлінген 6. Міне. Енді осы араға қойып таңбасын есептер болсақ, 6-тан 1 мына жағында мысалы 100 бар, мына плюс, мына минус болады. Енді бізде мынада ереже бар болатын. Егер екінші ретті туындымыз үлкен 0 болса, ол аралықта функция ойыс дейтінбіз. Ал егер екінші ретті туындымыз теріс болса, онда функцияның бұл дөңгелес аралығы дегенбіз. Ендеше бұл қағида бойынша ойыс аралық қай жер болады? Ойыс аралық минус шексіздіктен 6-тан 1-ге дейінгі аралық болады. Ал дөңгелес аралық 6-тан 1-ден плюс шексіздікке дейінгі аралық. Жалпы 6-тан 1-дің өзі x тең 6-тан 1 бұл жерде иілу нүктесі болып табылады. Иілу нүктесі. Точка перегиба дейді. Нүктесі. Міне. Келесі. Тіктөртбұрыштың алаңының периметрі 48-ге тең дейді. Тіктөртбұрыш берілген екен. Алаңның периметрі 48. Енді мынараны x, мынараны y дейік. Сол кезде 2x плюс y-ің тең 48 деген сөз. Тіктөртбұрыштың ауданының максималды болатында оның ені мен ұзындығын тапты. Яғни аудан дегеніміз ол
Енді аудан дегеніміз неге тең еді? Аудан дегеніміз енді тіктөртбұрыштың қабырғалары осы болса, S тең x көбейту y болады. Осы максималды жағдай болатындай, максималды жағдай болу үшін x пен y қанша болады дейді. Яғни біз функция жасаймыз. Ең бірінші мына периметрден шешу. Периметрден x плюс y-тен 24 деп жазуға, екі жағын 2-ге бөліп. Және бұдан y-ті 24 минус x деп бұлай жазып алайық. Y-ті x арқылы өрнектеп алдық. Сонда мына екінші s дегенді функция жазамыз. X-ке тәуелді функция етіп жазамыз. X көбейтілген y-тің орнына 24 минус x деп жазамыз. Міне сол кезде бізде функция шықты. Енді функцияның максималды минималды жағдайын бұл экстремалды мәнді есептеуге берілген есеп. Сонымен sx тең функциямыз 24x минус x квадрат тең функция берілді. Енді бұның туындысын табамыз. sx-тен туынды табылсақ 24 минус 2x. Енді бұны 0-ге теңестіріп шешейік. 0-ге теңестіріп шешетін болсақ 2x тең 24, x тең 12. Енді 12 дегеніміз міне мынары. Енді бір нәрсені ескеру керек, бұл тіктөртбұрыш болғандықтан x пен y бірден 0-ден үлкен болады. Себебі бұл ұзындықтарды айтып жатырмыз тіктөртбұрышта. Сол себепті біз мына жерде 0-ден бастаймыз мына аралықта. Демек, енді функцияның плюс-минусын есептейік. Мына функцияны есептейміз. 12-ның мына жағында 13 бар. 13-ті қоятын болсақ, таңба минус болып кетеді. Яғни функциямыз мына жақта теріс болып тұр. Мына арада мысалға 1 бар дейік. 1-ді мына жерге қойсақ плюс болады. Демек, мына арада функциямыз 10. Енді бізде плюстан минусқа ауысатын жер максимум болатын. Демек, x тең 12 болғанда аудан максимум мәнге ие болады деген сөз. Ауданның максимум мәнге ие деген сөз. Ие болады. Ол деген сөз y-ның де мәні 12 болады деген сөз. X пен y-ның мәнін тап деді ғой. Демек, x максимум тең 12, y максимум тең 12. Олай болса, бұл жердегі төртбұрыштың ауданының максималды жағдайы, егер де оны табиды. 12 көсек 144 бірлік квадрат болады. Әне. Сонымен, еңді y пен ұзындықтарын таптық негенімен. Келесі есеп көрейік. Келесі дискретті кету шаманың математикалық күтім мынаған тең дейді. Математикалық күтім y-тің математикалық күтім мынаған тең дейді. Есептеңіз. Енді бұл жерде бір нәрсені аңғарғанымыз абзал. Бізде мынадай ереже болатын, иә? m3x дегеніміз ол 3 көбейтілген mx дегенге тең. Одан кейін mx плюс y дегеніміз ол mx плюс my деген осылай кездейсоқ шамалар үшін осындай ережелер бар. Енді осы ережеге қойып шығара саламыз. Демек бізге мынаны жазу керек. 3 көбейтілген mx-іміз 3,5. Сол кезде плюс енді mx-іміз 3,5 қосылған my-іміз 5. Енді бұл жерде калькуляторды қолдануға болады. Ешқандай онда тұрған ештеңке жоқ. 3,5 көбейту 3 тең 5 қосылған 3,5 десек 14, 15, 19 болады екен. Мына 19. Сонымен жауабы 19-а тең екен. Келесі есепті шығарып көрейік. Төртінші төменде физикадан бақылау жұмысының жіберген қателер саны x кездесу шамасының ықтималдық үлестірімі кестесінің түріне. Мынау кесте берген, үлестірімі кестесі. Бізге k-ның мәнін тап дейді. Енді мынау ықтималдық, жалпы ықтималдық, кез келген ықтималдық болса, оның барлық қосындысы бірге тең болады. Сол қағидаға сүйенер болсақ, бізде k плюс 3k плюс 0,11 плюс 0,13 плюс 0,16 тең 1 дейміз. Мынада 4k тең мыналарды қосайық. 0,13 қосу 0,11 қосу 0,16. Ол деген сөз 0,4 екен. Бірден 0,4 алар болсақ 0,6. K тең 0,6-ны бөлейік 4-ке тең болады.
0,15. 0,15. Демек, К-ның мәні 0,15-ке тең бұл жерде. Келесі, қателер саны 2-ден көп болуының ықтималын табамыз. Енді қателер саны А пункті бітті. Бұл пункт қателер саны 2-ден көп десе, міне 2-ден көп мына жақтар ғой. Яғни бізге ықтималдық x үлкен 2 деп тұр. Яғни 2-ден көп 3 және 4 қате жіберген жағдайда есепте деп тұр ғой. Демек, P3 плюс P4 есептейміз ғой. P3-іміз 0,13 плюс 0,16. Ол дегеніміз 0,29 ба? Міне. С деген пунктта. Дискрет кезі шоның математикалық күтімі тап деген. Математикалық күтім деген сөз ол әрбір вариантаны ықтималдыққа көбейтіп қосамыз ғой. 0 көбейтілген К. К-мыз енді 0,15 қой. Осыған 1 көбейтілген 3 көбейту 0,15 деп қоя салайық осылай. Енді ол деген сөз 0,45 қой енді бұл жер. Плюс 0,22 дей салайық. Мына 2-ні 11-ге көбейтсем. Плюс 0,39 дей салайық. 3-ті көбейте салайық. Плюс 0,64 болады ғой, не? 4-тен. Иә, енді осыны есептейміз. Мына жерде 0-ге көбейтсек бұл 0 шығады. Мынарда 0 есептей салайық. 0,45 қосылған 0,22 қосылған 0,39 қосылған 0,64 тең шығып тұр 1,7. 1,7. Мен математикалық күтім осындай екен. Енді дисперсияны табыңыз дейді. Дисперсия деген. Енді дисперсия дегеніміз ол. Дисперсия дегеніміз. Ол жаңағы орташа квадраттық дисперсия дегеніміз ол мынаға тең. Дисперсия дегеніміз ол математикалық күтімнің квадраты, одан азайтамыз орташаның математикалық күтімнің квадратын керісінше квадраттық ортадан орташаның квадратын азайтамыз. Ол дегеніміз қалай? Енді бізге мынаны табу керек. Мынауымыз табылып тұр, себебі ол дегеніміз бете салайыншы тіпті орта. Оның квадрат 1,17 квадрат. Енді бізге мына mx квадратты табу керек. Оны табу дегеніміз ол біз бар болғаны бете саламыз. Мына біреуді. Мына варианталарды квадраттап ықтималдыққа көбейтіп қосамыз 0,15. Міне біз қазір тапқалы жатырмыз m квадраттық ортаны. Қосылған 1-дің квадраты көбейтілген жаңағы 0,45. Қосылған 2-ның квадраты көбейтілген 0,11. Қосылған 3-ның квадраты көбейтілген 0,13. Қосылған 4-ның квадраты көбейтілген 0,16. Тең. Сөзінен 0 плюс 0,45 плюс мынарда 4-ті 0,11-ге өтсек 0,44 болады. Қосылған мына жерде 9-ды көбейтейік. 9-ды көбейтер болсақ 9 көбейтілген 0,13 дейік. Тең болады. 1,17 екен. Мынада 1,17 қосылған мынада 16. 16-ны көбейтеміз 0,16-ға. 0,16 тең. Бұл дегеніміз 2,56 екен. 2,56 тең. Енді қосамыз. 2,56 қосылған 1,17 қосылған 0,44 қосылған 0,45 тең. Болады екен 4,62. Мынау 4,62 болады. Сонымен dx тең 4,62 азайтылған 1,17-ның квадраты тең. Минус 1,17 тең болады. Есептеміз 1,73 шығады екен. 1,73. Міне бұны біздің дисперсия. Енді орташа квадраттық ауытқуды тауып деп жатса, онда дисперсиядан түбір таба саламыз.
Buradan түбір табастамыз. 1,73'тен түбір табатымыз. 1,31, 1,32 екен. Егерде орташа квадрат стандарттық ауытқу десе, ал мынау біздің қазір тапқанымыз дисперсия. Ол мұнарамен бітті. Міне дисперсиямыз біздің есебіміз мына жермен бітті. Назарларыңызға рахмет.